Ахмади және Ахмади емес мұсылмандардың арасындағы үш айырмашылық. Біріншісі, хатми набуат. Хатми набуат деген ардақты Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам хатаман набиин, яғни пайғамбарлардың мөр екеніне сенуді білдіреді. Бұл сенім барлық мұсылмандардың арасына кеңінен таралған. Айырмашылық оны қалай талқылауда ғана. Ахмади емес мұсылмандардың сенімі бойынша хатам сөзі соңғы дегенді білдіреді. Сондықтан ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам келуімен пайғамбарлықтың есігі мәңгілікке жабылғанды. Алайда біздің Ахмади мұсылмандардың сенімі бойынша бұл термин ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық өкілеттіліктің мөрі болғандығын білдіреді. Яғни оның дәрежесі басқа барлық пайғамбарлардан жоғары тұр, және енді ешбір жаңа пайғамбар оның тәлімін ұстанбай келе алмайды. Бұған қатысты Хазіреті Айша радиаллаху анха апанық, оны хатаман набиин, яғни пайғамбарлардың мөрі деңдер, бірақ одан кейін пайғамбар болмайды демеңдер дегенді айтқан. Бұдан анық айтылған нәрсе жоқ сірә. Айырмашылық тудыратын екінші мәселе ол Иса Мәсихтің қайта оралуы. Ахмади емес мұсылмандардың айтуынша Иса айқышқа керілмеген, бұның орнына ол аспанға денесімен бірге көтеріліп кеткен. Ол сол жақта 2000 жыл бойы жер бетіне қайта оралуын күтіп отырмыз. Біздің Ахмади мұсылмандардың сенімі бойынша Иса айқыштағы лағнетті өлімнен аман қалған. Сосын ол өз міндетін орындау үшін Кашмирге барып сол жақта дүниеден өткен. Сахих Мүслимдегі дерекке сүйенсек, ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен: егер Мұса мен Иса тірі болғанда, олар міндетті түрде соңымнан ерер еді. Басқаша айтқанда, барлық діндер күтіп жүрген ақыр заманның мәсихі 2000 жыл бұрын өмір сүрген Исаның өзі болуы мүмкін емес. Демек, пайғамбарлық тоқтамаса және бұрынғы Иса оралмайтын болса, онда келуі тиіс мәсіх кім? Ахмадия мұсылман жамағаты Хазіреті Мирза Ғулам Ахмедті алейхиссалам уәделенген мәсих ретінде және ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үмметінен шыққан, заң әкелмейтін бағынышты пайғамбар ретінде таныған. Бұл үшінші айырмашылыққа алып келеді. Ол халифат. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткендей, пайғамбарлық негізінде халифат қайта орнатылады. Қасиетті Құранның 24-ші сүресінде былай делінген: араларында иман келтіріп, жақсылық істегендерді Алла өздерінен бұрынғыларды нәмеңгер еткендей, жер бетінде нәмеңгер етуге уәде етті. Ахмадияттағы халифат саяси емес, рухани институт. Ахмадия мұсылман жамағаты бір көшбасшының, бір халифаның қол астына біріккен исламдағы жалғыз ағым. Негізінде осы үш айырмашылық ақидадағы айырмашылықтар емес. Дәлірек айтсақ, талқылаудағы айырмашылықтар. Ахмади мұсылмандары үнемі сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үлгісіне және қасиетті Құранның керемет жетекшілігіне негізделген көзқарастарды қабылдайды.